Так, бірінші сұрақта сені белгілегенді көрдім, Динар. Мхм. Қазір қалай ойлайсың? Ол жауабыңды өзгертпейсің ба, или сол жауаппен қала бересің ба? Сол жауапта қала берем. Аха, сен A дедің. Онда. Солай ма, или C дедің ба? Сен кішкене бір түрлі белгілеген, сен деген A деп жазғансың, бірақ мынаны хролоплас өтірді таңдап кеткенсің. Мен соны дұрыс түсінбей алдым. Ой, өтірмен болады ғой, өтірмен. Өтірмеймін ба? По-моему, яссы. Окей. Так, неге өтірді таңдадың? Неге бұл вариантты таңдадың? Қалай ойлайсың? Аха, сәлеметсіз бе ағай? сәлеметсің бе? Неге екенін айта аласың ба, Динар? Именно C, неге A емес, B емес, C емес? Енді мына жақта айтып тұр ғой, when exposed to low levels of light, и потом Мгм, өтір, и тағы да деп plants, chloroplasts, тағы да өтір, потом анау энерджи анау айтып кетті ғой, сол үшін андай заттарды айтып жатқаннан кейін өтірмен. мгм. По идее, заттарды бір айтып жатқан жоқ негізі. Заттар ретінде бұл барлығы не емес қой. Зат есім андай реттілік емес қой бұл негізі. Окей, жақсы. Кеттік. Жалпы мұндай сұрақтар, не сұрақтар? Это стандарт English Convention. Яғни бұл тек қана осындай грамматиканы тексереді. Яғни осындай оңай тілмен айтқанда грамматика, соған қатысты нәрселер. И бұл сұрақтар на самом деле относительно оңай. Неге екенін айтайын. Себебі олар как формула секілді. Бұл сұрақтарға қатты мықты сөздік қор керек емес, мысалы ридингтағыдай. Бұл раузингтің тапсырмасы, бұған осыным как формула секілді жаттау керек. Бұны тактиканы жаттап аласыңдар, и все, на всю жизнь қолдана бересіңдер, қателеспей практически. Поэтому сендерге советім менің, осы қазіргі мен көрсеткен сұрақтарды дұрыстап күштетіп қарап алыңдар. Зато мына сұрақтардан сендер қателеспей как форма секілді жаттай аласыңдар. Ал ридингті форма секілді жаттау қиын ғой. Онда сөздер білу керек, там көптеген вокабуляри керек болады, текстің пониманиесі керек. Ал мынау кішкене чуть-чуть полегче. Так, мына жерде вариант болады, айтамын қайсысы екенін, бірақ бірінші қарайық. When exposed to low levels of light, міне, жарықтың төмен деңгейіне, скажем так, орысша айтқанда подвергаться еткен кезде, соған шыққан кезде деп айтсақ болады. Это осындай шыққан кезде дейді, мынау dependent. Dependent деген не ол? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Тәуелді Это ма? Dependent. дұрыс. Тәуелді. Яғни, тәуелді деген не ол? Сөйлемнің өзі жеке қолданыла ма? Просто мысалы мынаның өзін жеке алсақ, бұл сөйлемнің мағынасы бола ма? Ол жарықтың төмен деңгейіне шыққан кезде деп. Жарықтың төмен деңгейімен там не болған кезде, воздействие болған кезде деген. Сөйлемнің мағынасы аяқтала ма? Жоқ, аяқталмайды. Неге? Себебі шыққан кезде тұрсыңдар, сендер when деп тұрсыңдар, как будто бір нәрсе жетіспей тұр. Енді не болады деген сұрақ пайда болады да, не болады енді жарықтың төмен деңгейіне шыққан кезде. Не бұл dependent. Сөйлем аяқталмады әлі. Сөйлемді аяқтау керек. Немен аяқтау керек? Тағы бір independent сөйлеме аяқтау керек. Яғни тәуелсіз сөйлеме аяқтау керек. Шыққан кезде міне dependent деген үтір қойылады всегда, міне when бір нәрсе болды, шыққан кезде үтір. Мына жерде independent, яғни subject и verb болу керек. Main verb, main subject болу керек. Main verb, main subject. Мына жерде көріп тұрмыз. Шыққан кезде не болады? Шыққан кезде мына болады міне. Reshuffled, не үшін? To form a tightly packed glass-like surface деп тұрмын. Міне. Олар деген reshuffle деген не істеу мына, мысалы орындарын бүйтіп ауыстыру, сөйту, мысалы бүйтіп тұрады, мынандай қозғалады, былай жылжып. Не үшін? Өйстіп
решафл жасайды екен, чтобы бір нәрсе формировать ету үшін, бірінші жасау үшін. Міне. Осындай бір неден поверхность дайындау үшін. Поверхность шығарады, чтобы не істеу үшін? Әне міне, шыны секілді такой жинақталған поверхность, чтобы көп жарық жинау үшін, көп жарық жинау үшін. Бірақ бізге ол мағынасын түсініп, асу маңызды емес, главное осы. Енді қараймыз. Ағай ала, мына бөлігі не десе, мына үтірден кейінгі бөлігі не? Мынау. Жалпы үтірдің ортасында не жазылады? Қосымша чат жазылады. Бұны оқушылар дұрыстап қараңдар. Үтірлердің ортасында не жазылады? Қосымша сат. Қосымша чат жазылады. Это supplementary деп айтсақ болады. Supplementary. Не қосымша. Үтірдің ортасында жазылады. И ондай кезде екі жағы дұрыс үтірге алынады, я қосымшасттар. Қосымшасттан қандай оның бір ерекшелігі бар дейсіңдер, ол жай ғана реально айтып қосымша ақпарат. Яғни ол негізгі ақпарат емес. Оны былай сызып сөйлемді алып тастасақ, сөйлемнің мағынасы сақталып болады, яғни основной смысл сақталып қалады. Ол бір ондай қатты маңызды ақпарат емес. Мысалы, допустим, батырлар келді дейді. Батырлар келді. Батырлар келді. Ну, мен это қазақша, чтобы ең андай оңай примерно көрсетсем, батырлар келді. Все уже. Ана аяқталды. Кім келді? Кім не істеді? Бар. Әне бастауыш баяндауыш дейді ғой, сабана subject and verb бар. Түсінікті ма? Мына subject. Мына verb. Егер оның ортасына бір үтірмен бір сөйлем жазса, это қосымша ақпарат. Мысалы, батырлар қандай? Там бір какой-то соғысқан, не істеген, там либо осындай жазылса, келді десе, это ағылшынша қарағанда просто қосымша ақпарат, supplementary, оны сызып тастаса сөйлем өзгермейді, поэтому үтірге алынады ол. Түсінікті ма? Немесе списогі, мысалы, батырлар кім именно, там білмеймін, Қабанбай, Бөгенбай, бір нәрсе деп кете береді. Екі жағы да сызықша қалынса, мына екі жағы да тоже это қосымша ақпарат. Әне, сызықшамен не береді? Сызықшамен оқушы жаттап алыңдар. Extra information береді, яғни экстра қосымша ақпарат, немесе explanation, это практически то же самое. Түсіндірме, бір нәрсені түсіндірмесі. Extra information немесе explanation. Это сызықшамен беріледі. Қараймыз, сызықша сөйлемнің ортасына қойылса, мына ортасына қойылса, екі жағы да сызықша қалынады. Егер сызықша сөйлемнің соңында тұрса, ну, понятно, тек қана соңына мынау. Әне, бір нәрсе айтылды. Мына жерде, мына ең соңында, мына нәрсені кішкене түсіндіріп тұр, соған не беріп тұр? Соған мысалы бір анықтама беріп тұр, немесе соған байланысты бір қосымша ақпарат беріп тұр. Мына жерде қараймыз, дұрыстап қараймыз. Так, сызықша туралы айттық. Мына жерде үтір түрі. The plants, chloroplasts, міне. Осы сөйлемді қоюымыз керек. Chloroplast. Енді арамызда биология оқып отқандар бар ма? Қазір именно. Ондай жоқ па, биология оқып отқандар? Так, хлоропласт. Хлоропласт деген не ол? Это, яғни бір жасушаның ішіндегі бір какой-то зат. Соны айтып тұр. Яғни мына өсімдіктің хлоропласттары дейді. Потом, мында до конца қараса, мына жерде не тұр? Мына жерде сызықша тұр. Хлоропласттар, олар мына жасушаның ішіндегі органеллалар не істейтін? Энергияны жарықтан энергия шығаратын деп тұр. That generate energy from light. Яғни мына жерде не тұр? Мына жерде определение тұр. Неге определение? Хлоропласттарға определение тұр. Соған анықтама. Яғни хлоропласттардың не істеп тұр бұл айтқанда? Explanation беріп тұр оны. Хлоропласт. Explanation. Мына жақта сызықша тұр. Яғни қараймыз. Мына жақта сызықша тұр көреміз. Мына жерде объяснение тұрса, оған дейін объяснение қосымша ақпарат сияқты көрініп тұрса, значит, екі жағы да сызықша алынады. Вариант у нас будет D. Түсінікті ма? Мына жерге сызықша қоямыз. Сосын қараймыз, объяснение кетті. The cellular organs that generate energy from light. Потом сөйлемнің басқа бөлігі reshuffled to form a tightly packed. Яғни нелер reshuffled? Мынау хлоропласттар reshuffled.
міне яғни өсімдіктің бана хлоропласттары ә, жаңағы не ол несі ішіндегі органеллалар жасушаның ол қосымша ақпарат беріп тұр міне екі жағы сызықша алынады міне екі жағы сызықша алынып тұр уже бір сызықша болса скорее всего оған дейін тоже сызықша болу керек яғни просто тексересіңдер міне егер explanation оған дейін тұрса міне the solar organs значит екі жағы да сызықша алынады егер қараймыз мына жерде сызықша сосын барып соңында explanation тұрса бір какой то значит болды уже explanation соңында мына жерде басқа нәрсе тұрады түсінікті ма не айтқым келгені яғни мына жерде біз дәштің мынау дәш деп аталады екі сызықша соның біз қолданысын көрсеттім қазір сендерге аха түсінікті болды ма негізі бұлар туралы мен айтқанмын бұрынғы сабақта ютубқа салынған который boundaries деген соны қарасаңдар тоже не болады сендерге жақсы көмектеседі соны қарасаңдар осы тақырыпты ютубта записьте бар осы так жалғастыра берейін ба мхм яғни міне тағы итог айтып кетейін мен не істейтін едім міне өзім реально сендер секілді SAT-де реально экзаменде болсам яғни тез уақыт құртпаймын тез тез қараймын мына жердегі хлоропласт деген сөзді бірінші мына жерге жазамын реально жазамын яғни мына жерге симайден просто CH жазып кетейін міне CH потом дым қоймаймын бірақ потом оқимын the solar organs мына жерде не байқаймын мына жерде сызықшаны байқаймын деймін енді оқып қараймын хлоропласт потом the cellular organs мына жерде түсініп тұрмын что хлоропласт потом не кетіп тұрған потом объяснение кетіп тұрған ол не екенін түсіндіріп тұр ол объяснение кетсе объяснение екі үтірмен жазылу керек немесе екі сызықшамен жазылу керек мынандай немесе бүйткен мынандай немен жазу керек семикалонмен жазылу керек жалпы бірақ семикалонмен сөйлем соңында жазылады немесе сызықшамен тоже сөйлем соңында сызықша и мында а мына жерде көріп тұрмын что объяснение ортасында тұр и сызықша мына жағында бар значит екі жағда сызықша алынатынын білемін мен болды ди вариантын деймін мен дәл осылай стратегияны пайдаланамын мен егер мен сендердің орындарыңда болсам мен тез тез осылай таңдайтын едім осындай аргументтермен так все кеттік келесісіне так мында қалай болады деп ойлайсыңдар сендер де өздерінің варианттарын айтсаңдар болады анелия сабина дұрыстап қарап Мен емеспін. аха динар сен би дедің окей Рандомно таңдай салдым, енді шын айтайын түсінбедім. Сәлеметсіз бе Ә, ағай? сәлеметсің бе динар неге сен қазір би депсің на самом деле маған си деп жазып жібердің бірақ рандом таңдай салдым дедің иә болмайды рандом таңдауға ну болады конечно именно маған жібергенде дегенім болмайды потому что сендер реально орындай алмасыңдар маған лучше жіберіңдер әйтпесе сен реально си вариант таңдадың и си вариант это дұрыс вариант и мен ойлап қойғанмын динар осындай задачаны істей алады екен значит оның түсінігі бар екен деп а на самом деле сен рандом таңдап болдың поэтому мен ондай қате түсінбес үшін жазып жіберіңдер аға мына сұрақты мен дұрыс түсінбедім маған түсіндіре қойыңызшы деп мен окей деймін негізі си вариант болады енді неге си варианты болады так бunda da та же самая логика supplementary қалай supplementary деген нәрсе бар supplementary information яғни қосымша ақпарат мына жерде қараймыз медицин деген біреу тапқан екен бір нәрсені тапқан и қараймыз мына жерде не деп тұр rare carbon isotope химияны оқып отқандар бар шығар арамызда жоқ болса да ештеңе етпейді яғни карбон изотоп деген не ол это көміртектің бір какой то бір изотобы бір түрі и қараймыз все берілді потом үтір тұр міне үтір тұр қараймыз үтірмен не беріліп тұр үтір тұр и бір какой то
мына жерде химический формуласы тұр. Карбон 13, 13C деп жақша ішінде там. Сондай. И мына жерге оны қоямыз осыны. Карбон 13 бір нәрсе деп қоямыз. Потом due to higher 13C, яғни осыған байланысты 13 мына карбонның жоғары деңгейіне байланысты дейді. Дальше кете береді сөйлемдер. Аха. Мына жерде негізі карбонның изотопы айтылды уже. Көміртектің изотопы деп айтылды. Яғни химический формула не болып саналды уже айтылғаннан кейін. Это только қосымша ақпарат болып саналады. Мыналар қосымша ақпарат, supplementary часть. Түсінікті ма? Қосымша ақпарат. Ал қосымша ақпараттар немен беріледі? Екі жағада өтірге алынады, екі жағада сызықша алынады. Мына жерде сөйлем ортасында. Мына жерде қараймыз, уже нені байқаймыз? Мына жерде уже бір өтірді байқаймыз. Значит, мына жерге сөйлем қойған екен, соңында тоже өтір болу керек. Значит, мына жерде соңында өтір тұрған варианттар іздейміз. Соңында өтір тұрған варианттар қай варианттар? Тек қана C мен D. Түсінікті ғой, да? C мен D. Значит, либо C, либо D болады. Енді неге именно C десе? Мына жерде қараймыз, тағы да қараймыз. Карбон 13 деп жазылды. Потом жақша ішінде тағы қосымша ақпарат беріп тұр, именно андай бүйткен мынандай формуласы қандай болады деп тұр, мынандай дәрежемен бір нәрсемен сондай. Вот мынаны уже қосымша ақпарат, яғни мынау маңызды емес негізі, мынау бізге мынаны жазып алсақ түсінікті еді, карбонның 13-ші изотопы екен. Ал мынаны жазып, это қосымша ақпарат беріп тұр. Яғни тағы да өтірге алынады ондай қосымша ақпараттар. Поэтому C болады. Түсінікті ғой, да? Неге C болатыны? Иә, Мына түсінікті. жерде өтір тұр. Неге? Потому что карбон жазылған. Ары қарай керек емес еді мына жазу. Мынаны алып тастаса түсінікті болатын еді негізі. Сөйлем. Мынаны алып тастап мына жерде өтір болмаса, адам болмаса жалғастыра берсе, карбонның изотопы екенін түсінетін едік. Ал мына жерде карбон 13 деп бізге просто оны, скажем так, конкретизировать етіп тұр, қосымша ақпарат беріп тұр. Детальный бір. Ал детальный қосымша ақпараттар всегда либо екі жағы өтір, мына жерде уже өтір тұр, либо екі жағда сызықшамен жазылады. Так, все. Дальше. Енді мына жер негізі особо қиын сұрақ емес, бірақ ойланып көрсеңдер болады. Difficult дейді, мына жерде қиын деп тұр, бірақ прям қиын емес негізі ондай. Негізі особо прям қиын емес. Қалай ойлайсыңдар, мұнда қайсысы болады? Сендерге подсказка бере аламын. Естеріңде ме subject and verb деген үйреткен нәрсем сендерге? Subject and verb. Бию ма? Бию ғой? Би деп жатыр. Динар да би таңдаған, бірақ как көреміз, неге би емес, неге или болады екен, болмайды екен. Бірінші, давайте определим, мына сөйлемде subject қайсысы? Жалпы subject деген не екенін білесіңдер ғой, да? Subject это әрекетті орындайтын адам немесе бір нәрсе какой-то, да? Әрекетті орындап тұрған. Допустим, қандай subject бар? I go. Мына жерде subject қайсысы? I go. А go это verb. Болды, я. Это самый легкий пример болды осындай. I go. Енді қараймыз, мына жерде subject пен verb тауып беріңдерші маған. Мынау уже енді үлкен сөйлем. Бірінші subject тауып алыңдар. Subject тапқаннан кейін уже verb табу кішкене оңайырақ болады. Ең басында тұрған шығар, American Abstract Artist деген шығар. Дұрыс, иә. Яғни кім орындап тұрған? Мынау артист орындап тұрған, мына Ричард деген адам. Просто артист Ричард десең, сол орындап тұрған. Именно мына жерге мысалы мына Сера дегенде қойсаң, Ричард Сера болады. Дұрыс па? Ричард Сера. Потом мына сөйлемді дұрыс таңдау үшін, точнее вариантты, мына сөйлемді полностью оқу керек, түсіну керек жалпы. Примерно чё почем екен түсіну керек. Мына жерде қараймыз, бірақ оны түсінбесе де примерно бір подсказкаларға қарап болады. Бір нәрсе оқимыз, Ричард Сера,
his installations мына жерде intent деген сөз бар. Потом мына жерде қараймыз, өтір тұр. Өтірден кейін не тұр? Қарайықшы, өтірден кейін не тұр? Assembles деген тұр, дұрыс па? Assembles large scale steel plates бір нәрсе деп тұр. Түсінікті ғой? Түсінікті болса қараймыз. Assembles large scale steel plates. Енді қараймыз. Assembles деген не мынау? Бұл не бұл? Subject ба, не бұл? Білмеймін, noun ба? Бұл бізде ну енді сөйлемнің қандай бөлігі? Сөздің қандай бөлігі? Глагол шығар? Дұрыс, глагол. Шығар емес, это ранее есть глагол. Окей. Енді қараймыз, subject бар, verb бар. Мен сендерге айтып едім ғой? Ойбай, не кетіріп тастадым. Subject пен verb ешқашан, ешқашан деген қате кішкене. Жалпы ешқандай немен бөлінбейді тіпті, немен, андай комма, семиколон сызықшалармен, өтір сызықшалармен бөлінбейді деп айттым ба, дұрыс па? Мысалы, I өтір деп айтпайсыңдар ғой, дұрыс па? Қате. I сызықша go деп айтпайсыңдар, дұрыс па? Немесе, там, I точка go деп айтпайсыңдар, жоқ. Просто I go. Енді қараймыз, мына жерде. Мына жерде subject тұр. И мына жерде verb тұр, assembles деген. Subject тұр, verb тұр. Бірақ олардың ортасында не тұр мына жерде? Мынау не assembles алдында тұрған? Өтір. Аға, мына жерде қалай бұл бөлініп кетті ғой деп. Иә, себебі бұл кішкене қиын сөйлем. Бұл уже сөйлем маңыз қиын. Қай кезде өтір қоюға болады subject пен verb арасында? Когда оның ортасында екі жағы да өтірмен берілген не тұрғанда? Қосымша ақпарат тұрған кезде өтірмен бөлігі болады. Мысалы, I go-дің ортасына бөлігі қоюға болады. Нені қоюға болады? Мысалы, I who played yesterday. Who played yesterday, мысалы, білмеймін, кеше ойнаған. Go to, білмеймін, не айтуға там? Go to, білмеймін, cinema, там, бір нәрсе, это просто оңай сөйлем жазайын, примерно. Не мынау? Who played yesterday деген это что? Это қосымша ақпарат. Мына жерде қосымша ақпарат. Бұны сызып тастасам мен, мүлдем сызып тастасам, сөйлемнің мағынасы қалады. I go to cinema деп қалып қояды, дұрыс па? To the cinema деп қалып қояды. Дұрыс қой да? Екі жағы қосымша ақпарат болып тұрса, осындай мысалы, who мен емес басқаша да. Екі жағы өтірге алынған, значит, оны қосуға болады. Тек қана сондай кезде осы болады. Ал просто так, мына I who played бір нәрсе деп, мына өтірді мына жерге қоспаса, қате болады. Өтір екі жағы да өтірге алыну керек. Немесе керісінше, басты өтірге алынбай, тек қана жерге өтірге алынса, онда тоже қате болады. Целиком өтірге алыну керек. Өтір как не секілді ғой, мына екі жағы өтірге алынады, чтобы оны вообще мүлдем алып тастауға болатындай деген сияқты көрсет. Все, көрсеттім сендерге. Немесе былай өтірге, немесе мындай екі жағында сызықша алып алады. Қосымша ақпараттарды шоба сызып мүлдем алып тастайтындай. Енді қараймыз, мына жерде дұрыс өтір бар, көріп тұрсыңдар, молодцы, өтір бар екен. Енді неге би таңдап тұр, потому что бүйтеді. Мына жерде assembles бар ғой дейді. Мына жерде Ричард, жалпы би деген қате, мынау тоже verb қой. Қалай subject пен verb арасы өтірге бөлінеді? Мына жерде сразу бөлініп тұр ғой, көріп тұрсыңдар ма? Ричард и intent деген не ол? Это verb, дұрыс па intent деген? Оның мағынасы қандай десе, это намереваться орысша айтқанда. Немесе ниеттену. Түсінікті ма? Оны совсем қате ғой оқушылар. Потому что subject ортасында қосымша ақпарат тымда жоқ, сразу өтір verb бола ма? Мысалы, he өтір studies деп. Жоқ, қате қондай оқушылар сразу. Вы чё? Ол вариант болмайды. Мүлдем болмайды. Так что қараймыз.
мына жерде не вариант болуы мүмкін? Мына жерде вариант болуы мүмкін қалғандары. Енді Нема? неге Дұрыс. неге неге ди болмайды? Давайте соны разберем. Неге ди болмайды? Ди болмайды. Себебі мына жерге диді қойсақ, ну ди болады, в принципе, иә. Ди реально болады, бірақ мыналар болмау керек ол үшін. Мыналар болмау керек, мыналар. Вообще мына сөйлем бола болмау керек. Ағай, неге мұнда болмайды десеңдер былай. Сендерге мынаны көрсетіп кетейін. Мысалы, мына жерде өтірдің заңдылықтары кетеді уже. Ди тұрса, өтірдің заңдылықтары кетеді. Мысалы, қараңдаршы. Допустим, apples. Ойбай, бір сөйлем жазайын. There are apples. Ойбай, мен are дегенді ұмытып кеттім, sorry. There are apples orange. Бұл сөйлем дұрыс па или қате ма? Кім айтады? Қате? Иә, неге қате? Потому что біз Точнее, екі затты айтып тұрмыз да, и одан кейін үтір қоюға болмайды. Можно and қоюға. дұрыс, молодец. And қоямыз. There are And. apples. Екі зат, осындай, екі зат дегенде, екі заттың бір табы, дұрыс па? Бұл заттың табы дейміз ба қазақша, по-моему. Yeah. Noun и noun. Екі noun келсе, үтір болмайды. Не болады? Арасын тек and болады. Дұрыс. Мысалы, яғни заттың табы деген тек қана это не емес, тек қана noun емес. Мысалы, he plays studies деген бола ма тоже? Ағай, сөз табы, сөз табы. Дұрыс, сөз табы, иә. Сол бола ма? He plays and studies деген. Екі verb болмайды тоже. Яғни екі verb болса тек қана болмайды, екі штук болса. Мына жерде как раз біз екі штукты көріп тұрмыз. Потому что мына жерде intends дегенді қойса, intends. Потом мына жердегі маңызды емес, потом assembles болатын. Екі verb ортасында бір үтір. Яғни это как мынау секілді ғой. He plays, там білмеймін, he plays білмеймін, at какой-то бір нәрсе, at какой-то, мысалы, football team, at football team. Потом өтір, studies at, білмеймін, тағы да там, Гарвард, допустим. Болмайды тоже. Неге? Потому что екі verb, даже ортасында мындай at football бір нәрсе деген сөздер болса да, мына болмайды. Екі сөз табы бір-бірімен болмайды. Арасында and болу керек. Жай ғана өтір болмайды. Өтір болады қандай кезде, когда екіден көп нәрсе болған кезде, мысалы, there are apples, өтір oranges, and, допустим, білмеймін, bananas. Түсінікті ма? Осындай кезде ғана болады. Мына жерде екі штук болғандықтан өтір болмайды. Екі verb бір-бірінен кейін онда өтірмен жазылмайды. Түсіндікті ғой? Поэтому у нас не будет варианта D. Енді либо A, либо C. Мына жерде қараймыз. Мына жерде то же самое. Is intending это что? Is intending это verb. Сара is intending болса, не болып кетеді? Сара is intending. Это значит, no, main verb болып кетеді. Main verb, main subject. Сара не так main subject деп айттық қой, Сараны. Is intending это main verb болып кетеді. Содан кейін assembles large scale деген не ол? Это тоже verb. Это тоже verb и олай болмайды тоже. Потому что өтірден кейін мынау жалпы не бұл? Сөйлемнің такой independent частына ұқсайды. Independent не ұқсайды. Потому что verb бар. Не істеді? Assembles дегенді жинақтау оқушыларға егеді. Сол сөзді түсінбей жатсыңдар. Мына жинақтады нені? Үлкен біткені нелерді. Сталь осындай нелерді. Стальдарды жинады. Чтобы, точнее, олар неге жинады? Оларды скульптураға айналдыруға жиналды. Скульптураға айналдырды. Енді қараймыз. Мына жерде verb тұр, verb өтір, тағы verb болмайды. Банағыдай. Даже ол мынау present continuous, мынау не болса да, present simple болса да, assemble деген present simple болса да, болмайды олай. Так. Так что у нас будет вариант C. Сара өтір intending деген не ол? Intending деген не десе? Это verb дегенде не совсем verb, но. Сара өтір intending. Орысша білесіңдер ма, оны білмеймін. Орысша есть такое понятие, как причастие, деепричастие.
Білесіңдер ма, кім біледі, мүмкін біреу білетін шығар. иә ағай білеміз ғой. Әне орысша айтқанда намеревающаяся. Ну, Сара деген қыз деп ойлайық, қыз шығар. Или Ричард Сара, жігіт па, жақсы жігіт деп айтса, Ричард деп тұр ғой, жігіт. Мен Сара деп ойлап тұрмын, мына Сарада тұр екен ғой. Ричард деген жігіт. Намеревающийся. Намеревающийся. Түсінікті ма? Әне бұл негізі қандай деген сұраққа жауап берді. Ричард қандай, точнее, какой? Intending. Какой? Ол ниеттеніп жатқан Ричард, түсінікті ма? Ниеттеніп жатқан Ричард. Intending. Это причастие болады. Түсінікті ғой, да? Яғни міне, осындай сөйлемдерге, мысалы. Ричард intending, намеревающийся, осындай, это қосымша ақпарат. Міне, өзінің установкаларын істеп жатқан Ричард, міне жинақтайды. Негізі ақпарат осы жинақтайды нені? Основной ақпарат мына үтірден кейін тұр. Assembles, міне verb осында тұр. Әне мына қосымша ақпарат просто екі жағыда неге беріліп тұр? Екі жағыда мынандай үтірмен беріліп тұр. Мына жерде үтір тұрады. Мына жерде үтір тұрады. Assembles талда. Екі жағыда, точнее, осындай үтірлердің ортасында тұрған ақпарат бұл қосымша ақпарат. Жаттап алыңдар. Осындай көріп тұрсыңдар, не үтір, потом ing көріп тұрсыңдар, это причастие. И мына жерде үтір тұрса, одан кейінгі әне осы причастие бітеді, сосын үтір тұрады, үтірден кейін verb тұрса, все, екі жағында үтірге аласыңдар. Түсінікті ма? Немесе екі жағында сызықшамен тұрса, екі жағында сызықшасыздар. Немесе екі жағында үтірмен тұрса, үтірмен. Түсінікті ма? Әне тактикалар мына жерде subject тұру керек. Мынадан кейін основной verb тұрса, болды. Мына жердегі нәрсе, значит, қосымша ақпарат. Екі жағында үтірге алыну керек. Міне, екі жағы үтірге алынып тұр. Intending. Вот. Енді түсіндірдім ғой, неге басқа варианттар болмайтын. Неге D болмайтын, неге B болмайтын, неге C болмайтын. B сразу вообще отпадает. Subject пен verb арасы етіп сызылмайды сразу. Тым жоққа арасында. Subject пен verb арасында уже үтір қойып, это болмайды сразу. Вот. Түсінікті ғой да, неге екені? Барлығын созып қойыңдар. түсінікті. Так, кеттік. Так, енді мына жер қалай болады екен? Мына жер еш текстке особо не істемей қойып, қандай? Қатты мән бермейік, чисто біздің формула пайдаланайық. Subject and verb деген формула пайдаланамыз. Subject and verb-ке қараймыз. Main subject, main verb бар ма? Independent, dependent sentence ма деп болды, и все. Біріншісі, the Lyman technique developed бар бір нәрсе is noun. Weightlessness мына жерге қоямыз, да буду жазамыз. И пока осы жерде сөйлемді пока неше түрек қоймаймын. Пока сөйлемді осы жерден екіге бөле тұрамыз. Осындай жерде қоямыз, сөйлемді екі бөлеміз. Яғни тактика сондай всегда. Кеттік, сөйлемнің мына жерге дейін оқысақ, the Lyman бастап мына жерге дейін оқса, subject пен verb айтыңдаршы осы жердегі. Main subject и main verb. Походу, main subject это Mexican born dancer and here was just Lyman. Так, сразу айтып кетейін. Мына жерде көрсетсе ме, developed екі жағы өтірге алынып тұр. Екі жағы өтірге алынатын нәрсе ешқашан main болмайды. Қосымша ақпарат. Қосымша ақпарат, оны сразу сызып тастаңдар. Main subject пен main verb айтып жүріңдер, енді тағы подсказка көрейін. Онда the Lyman technique. Дұрыс. Міне, the Lyman деген осы main subject, осы. Ал verb қайсысы? Main verb. Осы Lymanның verb қайсысы? Лимонның техника не деп тұр? Main verb. Осыған қатысты verb қайсы? Тауып беріңдерші. Именно осыған, осы сөзге қатысты verb. Қайсысы? Noun. Дұрыс, молодцы. Is noun. Они это passive voice міне. Is noun. Осы техниканы біледі, неге үшін? Не үшін біледі? Мынау үшін біледі деп тұр. Әне, осы is noun. Все. Main subject, main verb бар. Енді осы жерден оқиш. Is known for its emphasis on breath control and осылай деп тұр. Сөйлем мына жерден біте ма? Сөйлем мағынасы сол аяқтала ма? Weightlessness-қа дейін. Наверное. Ау?
сөйлемнің мағынасы мүмкін. толық. Ау? Мүмкін, иә. Мүмкін емес дұрыс енді ол қалай ол сабжект бар ма? Verb Бар, бар ма? бар. Аха. Болды, сөйлем аяқталады.